бұл қыз өзін өзі өлтіретін қыз емес, ол өмірді жақсы көретін қыз, ерке қыз, баласын жақсы көреді. Одан кейін одан бөлек аяғы ауыр болған екен. Аяғы ауыр әйел, өзіңіз ойлаңыз, аяғы ауыр әйел, одан бөлек 10 айлық баласы бар әйел өлімге өзін қия ма? Қимайды ғой. Оны ұрып соққан, абайсызда ұрып жатып өлтіріп алады да, өзінің өлтіріп алғанын кінәсін, өлтіріп алғанын жасыру мақсатында асып қойған деп ойлаймыз. Жалпы күйеуі бұрынғы сол өлтірді деп ойлап отырмыз. Осылай ойлауға қандай да бір негіз бар ма сіздерде? Енді денесінің барлығы. Бұған дейін де осындай ұратын беді? Иә, ұрған екен. Құрбысына жазып отырған екен. Осылай мен бүгін таяқ жедім, мені ұрып жіберді. Келіншегім Мадина Рашид қыздың ұрысына бағыштан жоқтан жері жайлы топлауға тоқпау. Айтыңызда балқыбек бәйтелі шорман ералы мүсілік қарт ұрысына бағыштан жоқтан жері жайлы топлауға тоқпау. Апам Әділкел Балқыбек келін ұрысына бағыштан, атам Рыскелді Назарбек ұрысына бағыштан, атам Бақытбек Малгелді ұрысына бағыштан, ағам Нұрперзент Малгелді ұрысына бағыштан, басқа да дәм еткен ағалықтарына бағыштан. Келіншегім Мадина Рашид қыздың ұрысына бағыштан, жоқтан жері жайлы топлауға тоқпау. Күйеуі жұмыс істегісі келсе жұмыс істейді, жұмыс істегісі келмесе жұмыс істемейді. Ол даже баласы түсіп қалған кезде ол қатты қан кетті одан. Күйеуінен ақша сұраған кезде күйеуі ақшам жоқ деп атқа жасаған ғой одан. Ол даже әйелін дұрыстап асырамаған ғой. Даже ол баласына бір бала әперу үшін Мадина мамасынан ақша сұрайды всегда. Ал ана 8 айлық бала ол бала, иә. Тағы бала. Екі рет мынау түсіп атқан екінші баласы ғой, алдырып тастаған ол екінші баласы. Мыналар қинап алып тастаған сияқты, потому что астынан қатты қан кетіп жатыр. Иә. Бұрын тағы бір баласы түсіп қалған. Екінші баласы ғой. Негізі 3 бала негізі туу керек қой былайына. Ол екеуі түсіп қалған. Ол даже қарындасына барған, сол Мадияның қарындасы бар. Соған барып көмек сұраған, ағаң айтшы мені ұрады деп. Ол қарындасы айтқан, енді өзің барып кешірім сұра, ағасын қорғаған ғой былай айтқан кезде. Ол ағасына дым айтпап, қорғасай әйел адам ғой деп. Ол сол айтқан кезде ағасы оны тыңдар ма еді? Ол бүкілі өздері істеп отыр ғой, сол жақта семьясы, туыстар жабылады екен мен подружкама. Всегда айтатын, андай, сен кетіп қала бересің, сен андай жаман келінсің, туыстар сондай әңгіме айтады екен. Ол маған сондай әңгіме айтты. Сосын мен айттым, мен барып сөйлесейін да олармен дедім. Сосын айтты, керек емес деді, олар ертең мен өсекші деп айтады деді. Мен барып сөйлескім келген, мен күйеуіне барып та айттым, неге сен ұрасың әйеліңді деп ше, ол дінде де харам етілген нәрсе, ол нәзік жанды әйелді, оны зачем ұрып дедім. Сосын ол тұрады да, мен әйел адамды айтқан тыңдамаймын деп, мық деп ештеңе де алмай отыр. Маған жаза бастады, ұрады деп, ұрады, соғады, білгенін істейді деп. Одан кейін оларда андай не болады, короче, маған синяк, сондай суреттерін жібереді. Неше түрлі арқасында несін жіберген.